еліміздің жас жеткіншек ұрпағы дамуы үшін үлкен үлес қосамын. Түрлі әдіс тәсілдерді қолданып, оқушының бар ынтасын ашамын. Жаңа жылдық таптырмас жол бүгінде, осы жолда қолдағанның бірі мен. Төл тілімен әдебиетін қазақтың, ұштастырдым өзге ғылым түрімен. Ұстазды тұтқан қазақпыз, біз жанашыр, мен де, сен де сол жолдың тармағысың. Ұстазбын мен, біле білсен жанашыр, қоғам үшін талай еңбек етемін. Мен Малаева Бақытгүл Манкенбаевна, Рудный қаласы номер 4-ші мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Білімді, жанашыл ұстаз, баланың болашақ айнасы. Бұл менің өмірлік ұстанымым. Себебі 21 ғасыр жаңа технологиялар заманы. Ендеше жаңа заманда жанашыл бағдарламалар пайдаланып, жанашыл педагог болуға ұмтылайық. Мен өз сабағымда звукограмм, Plickers, Fusion Drive, ZipGrade, DIT, Jama Apps, WordWall платформаларын қолданамын. Осы бағдарламалар мұғалімнің цифрлық көмекшілер деуге болады. Малаева Бақытгүл Манкенбаевна қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, білімі жоғары, еңбек өтілі 28 жыл, санаты педагог сарапшы. Бақытгүл Манкенбаевна креативті шығармашыл тұлға. Ол педагогикалық кеңестердің, әдістемелік бірлестіктердің отырыстарының, кәсіби байқаулардың белсенді де беделді қатысушысы. Білмегенін үйреніп, білгенін өзгеге үйретуден жалықпайтын еңбекқор ұстаз. Ұйымдастыру қабілеті жоғары, шығармашыл, жаңашыл, ізденімпаз педагог. Пәндік олимпиадаларға, байқауларға оқушыларды дайындап, жүлделі орындарға ие болып жүр. Мұғалім өз шәкірттерін білім нәрімен ғана сусындатып қоймай, тәрбие беруде де маңызды рөл атқарады. Бақытгүл Манкенбаевна сынып жетекшісі ретінде өз шәкірттерінің бойына жақсы қасиеттерді дәріптеп, ұйымшылдыққа, мейірімділікке, белсенділікке үйретеді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы дегендей, оның сынып оқушылары, мектепішілік, қалалық байқаулардың белсенді қатысушылары, тәлімді де тәрбиелі шәкірттер. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп данышпан Абай айтқандай, Бақытгүл Манкенбаевна ерінбей, жалықпай еңбек етудің арқасында шәкірттердің жүрегінде жол таба білген жаңашыл ұстаз.